Құран кәрімнің Бақара сүресінде адамдар үшін өлексе, доңыз еті, Алланың аты айтылмай сойылған жануарлардың еті харам етілді. Өлексе жеген адамның жүрегі өледі, туыстық қарым-қатынастан айырылады делінген. Нақ осы аятты қазіргі медицинада растайды. Жалпы халал индустриясы деген ұғымның біздің түсінігімізге енгеніне біраз уақыт болды. Қазірде халал өнімдер шығаратын кәсіпорындар, халал қызмет көрсету орталықтары, халал такси, халал сауна, халал мейрамхана біздің елімізде жетіп артылады. Өкінішке орай халал СТО, монша, немесе сауна, немесе нотариус дегенге де біздер кезінде комментарий беруге тура келді. Сондықтан ол нотариус, неге сіз халал нотариус бола аласыз десе, мен алдамаймын, СТО неге халал болу керек десе, бисмилля деп бастаймыз деген секілді сұрақтарға жауап берілген уақыттар болды. Тұтынып отырған азығымыздың халал екеніне қалай көз жеткіземіз? Оған тексеріс қалай жүргізіледі? Халал деген белгісі бар азықты сеніммен жей беруге бола ма? Әлбетте мұндай сауалдар көпшілікті толғандырары анық. Ең басты мәселе қадағалау. Діни басқарманың оған әл-ауқаты жетеді. Құдайға шүкір бізде жаңағы мамандарымыз да жетеді, имамдарымыз да жеткілікті. Сондықтан біз жаңағы осы халал сертификатын алған компанияларға біз 2 ай сайын немесе 3 ай сайын тұрақты түрде қадағалай аламыз. Арнайы адам бекітіп қоямыз. Жалпы Қазақстандағы халал өндірісінде қанша қаржы жүргені белгісіз. Халал комитетінің төрағасы Марат Қажы Сәрсенбаевтың айтуынша, мұндай есеп жүргізілмейді. Бүгінгі дейін 362 кәсіпорын халал сертификатын алған. Оның 37-сі дүкен, 65-сі кафе, 86-сы ет шығаратын кәсіпорын екен. Қонақ үйлер мен демалыс орындарының саны 9 ғана. Халал ол бизнес. Халал компания сертификат алғанда дін таратайын деп, мешіт салайын деп алмайды. Оның жұмысы не? Оны алып өзінің осы логотип арқылы өнімін әрғай қозғап, оны дамыту үшін. Біздің жұмысымыз сол компанияны оны халал қылып, оның істеп атқан өнімін халал қылып тексеріп, соған жеткізіп көмектесу. Бүгінгі таңда әлем бойынша халал өнім тұтынушылар нарығы 1,8 миллиард жанға жеткен екен. Жыл сайын халал өнім тұтынушылар саны 2,5-3% артып келеді. Бір қызығы, бұл көрсеткіш халал өнімдерді сапасы мен санитарлық гигиеналық құндылығы үшін таңдайтын мұсылман емес жандардың есебінен артып отырған көрінеді. Халал тауарлардан түсетін пайда 2,3 триллион долларды құрайды. Айта кетсек, қазіргі уақытта әлем бойынша халал өнімдері талаптарына сай жұмыс жүргізіп отырған 122 үкіметтік және жеке ұйымдар бар. Барлық жерде халалды тықпалай беру дұрыс емес. Ол ұғымды әсте байқап, зерделеп, зерттеп пайдалану керек. Өкінішке орай соңғы уақытта халықтың күмәні көбейіп кетті. Халал деп сыртына жазып қояды, дегенмен біз оны күмәнданамыз, ол халал емес деп ойлаймыз дейді. Сондықтан соның халал екендігін дәлелдеу үшін арнайы контрольді күшейту керек. Халал индустриясының дамуына басты негіз болар дүние өнім сапасы. Бұған қатысты сарапшыларымыз салаға деген сенім күшейсін десек, өнім сапасына талапты қатаңдату қажет дейді. Халал шариғатқа негізделеді, ал қаншалықты талаптардың сақталып жасалғанын ескеру тұтынушының өз таңдауы.